Сәлем достар, біз бүгін 5 алтын доп иегері және әлемнің үздік футболшыларының бірі Лионель Месси орнатқан рекордтар туралы айтатын боламыз. Месси Чемпиондар лигасының биылғы маусымының топтық кезеңінде PSV-ға қарсы ойында 8-ші рет хет-трик соғып, тағы бір рекордты жаңартты. Бұл ойында ол 38-ші минутта айып соққысымен есеп ашып, 77 және 87-ші минуттарда тағы бір голмен ерекшеленді. Лионель 399 голымен Ла Лига тарихындағы сұр мергендер көшін бастап тұр. Бұл көрсеткіш бойынша Мессиға жету мүмкін емес болып көрінеді. Себебі одан кейін тек 311 голмен Италия А сериясына ауысқан Криштиану Роналду 2012-2013 футбол маусымында мүмкін емес жағдай жасады. 11-ден 34-ші турдың 21 кездесуінде Месси алаңда гол соқпай кетпеді. Осы нәтижелі серияда қараша айынан бастап мамыр айына дейін қарсыластар қақпасына 33 гол соқты. Месси футболдан Аргентинаның ұлттық құрамасының үздік сүрмергені. Ол Аргентина құрама сапында 2005 жылдан бері 128 ойында 65 гол соққан. Ал екінші орында 54 голмен Габриэль Батистута тұр. Әзірше бұл көрсеткіш бойынша 5 алтын бутсымен Лео бірінші орында тұр. Ол соңғы алтын бутсыйын былтырғы маусымда Испания чемпионатында 34 гол соғып жеңіп алды. Әлемдік футболдағы ең үлкен қарсыластықты елемей қалдыру мүмкін емес. Эль Классикода Лионель Реал Мадрид қақпасына 25 гол соғып ерекшеленді. Әзірше бұл ең жоғары нәтиже. Ди Стефано мен Роналду рекордшы артынан 18 және 17 голмен екінші, үшінші орынды бөліп тұр. Месси бір күнтізбелік жылда ең көп гол соғып Гиннестің рекордтар кітабына енді. 2012 жылы барлық ресми матчтарда Лионель 91 рет ерекшеленді. Оған Барселона сапындағы барлық турнирлердегі және Аргентина ұлттық құрамасы футболкасында соққан голдар кірді. Иә достар, футболды ойнаңдар, спортпен шұғылданыңдар. Месси, Роналду секілді биік шыңдарды бағындыруға тырысыңдар. Видео ұнап жатса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.